Қызыл түсті шырын балаңыздың иммунитетін көтереді. Егер 3 апта бойы ішкізсеңіз, баланың иммунитеті жақсы көтеріліп, жылдың қай мезгілі болса да ешқандай аурумен ауырмайды. Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода қызыл түсті шырынның бала денсаулығына қаншалықты пайдасы бар екеніне тоқталатын боламыз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Иммундық жүйе ағзаны вирустан, бактериядан, микробтан қорғайтын күш. Егер иммунитет төмен түссе, денсаулыққа айтарлықтай зиян келеді. Егер иммунитет төмен болса, кез келген ауруды жұқтырып алуы ғажап емес. Сондықтан да балаңыздың ауырмай, дені сау болып жүруін қаласаңыз, ең алдымен иммунитетін көтеріңіз. Иммунитеті мықты баланың қашанда саулығы күшті болатынын ескеріңіз. Баланың иммунитетін көтеретін түрлі дәрумендер бар. Десе де, үй жағдайында да пайдалы азықтар мен иммундық жүйеге оң әсер етуге болады. Ендеше мына әдістерді қолдана отырып, балапандарыңыздың иммундық жүйесін күшейтіңіз. Баланың иммунитеті неге түседі? Дұрыс тамақтанбау, тәтті, майлы, тұзды тағамдар мен фастфудты көп жеу, дәрумен мен минералды заттардың жетіспеуі, ұйқының бұзылуы, асқазан мен ішек жолдарының аурулары, ұзақ уақыт дәрі ішу, аллергиялық аурулар, физикалық және психикалық салмақ салу иммунитетке кері әсер етеді. Иммунитетті нығайту үшін үй жағдайында мына әдістерді қолданыңыз. 300 грамм қабығынан тазартылған грек жаңғағын, 300 грамм кептірілген өрік, 300 грамм мүйіз және 3 дана лимонды қабығымен ет татқыштан өткізіңіз. Осы езбеге біраз қасық бал қосып жақсылап араластырыңыз. Дайын болған дәруменге бай қоспадан ересектерге біраз қасық, балаларға 1 шай қасықтан жегізіңіз. Емді күніне 1 рет аш қарынға немесе тамақтың алдында қабылдау қажет. Қоспаны тоңазытқышқа қоюды ұмытпаңыз. Келесі, 100 грамм қабығынан тазартылған грек жаңғағының үгіндісін, 100 грамм үгітілген алманы, 2 дана лимонның шырыны мен 1 ас қасық балды ыдысқа салып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған емді қоспаны 1 ас қасықтан күніне 2-3 рет қабылдау керек. Емді тамақтың алдында жүргізіңіз. Келесі, 3 апта бойы қызыл түсті жеміс пен көкөністің шырынын ішкізіңіз. Баланың иммунитеті жақсы көтеріледі. Жылдың қай мезгілі болса да, ешқандай ауырмен ауырмайтынына сеніңіз. Ендеше балапандарыңыздың тәбеті тартқан қызылша, шие, бүлдірген, құлпынай, жүзім, анар немесе мүгедекті алып, шырын сыққыштың көмегімен шырынын алыңыз. Алғашқы аптада жарты стақаннан күніне 3 рет беріңіз. Екінші аптада 2 рет, ал үшінші аптада 1 рет ішкізіңіз. 10 күн үзіліс жасап, емді қайтадан жалғастыруға болады. 1 келе қара шетенге 1,5 келе қант араластырып, 1 ас қасықтан жегізіңіз. Емді таңертең және кешке жүргізу керек. Емделу мерзімі 3 апта. Шетеннен тұнба әзірлесеңіз де болады. Ол үшін 1 ас қасық шетенді термосқа саласыз. Үстіне 1 стақан қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 4-5 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, ішкізесіз. Екінші, жарты келе езілген мүгедекті ыдысқа салыңыз. Оған 1 стақан грек жаңғағының үгіндісін, 2-3 дана текшелеп туралған көк алманы қосыңыз. Басқа тысқа жарты стақан су құйып, отқа қойыңыз. Бір қайнап шыққан соң, жарты келе қант қосып, ерігенше қайнатыңыз. Еріген соң жемістерді салып, баяу отта 1 минут қайнату керек. Ыстық тосапты банкіге саласыз. Күніне 2 рет 1 ас қасықтан шаймен бірге қабылдайсыз. Үшінші, 2 ас қасық кептірілген шетенді 2 стақан қайнаған суға салып, бетін жауып қоясыз. 20 минуттан соң сүзіп алып, жарты стақаннан күніне 3-4 рет ішкізіңіз.
емді тамақтың алдында қабылдау қажет. Егер тәбеті тартпаса, бал қосып ішкізуге болады. Төртінші, жаужапырақ, жалбыз, талшын, күреңот шөптерін үгітіп араластырыңыз. Оның 5 ас қасығын 1 литр қайнаған суға салып, бетін жауып қоясыз. Шамамен 2 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, ем ретінде ішкізіңіз. Жалпы иммундық жүйені нығайту денсаулықтың басты кепілі екенін ескеріңіз. Мейлінше баланың өмір сүру салтына, жеп ішкен тамағына, көңіл күйіне өте мұқият болғаныңыз жөн. Өйткені дұрыс тамақтанбау, ұйқы мен демалыстың дұрыс болмауы, таза ауада серуендемеу, тазалықты сақтамау, иммунитеттің төмендеуіне әкелетін төте жол екенін ұмытпаңыз. Сондықтан да бала денсаулығы өзіңіздің байлығыңыз, ал оны сақтау сіздің қолыңызда. Достар, біздің арнаны көрермендеріміздің 93%-ы тіркелусіз қарайды екен. Сондықтан видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.